Ертеде кең байтақ қазақ даласында ақбас кәрі таулар мен сарқыраған өзендердің арасында Арыстанбек деген бір жас жігіт өмір сүріпті. Кедей көшпендінің ұлы еді. Бала күнде таңертеңнен кешке дейін еңбек етіп өсті. Мал бақты, кигіз үй тікті, қарияларға көмектесті. Арыстанбектің бір ерекше әдеті болды. Ол әр қашан істейтін керек жұмысынан артық істейтін. Егер оны су әкелуге жіберсе, ол екі есе көп су алып келетін. Көршілерге де жететіндей. Дуалды жөнде десе, бүкіл көршілердің қоршауын бірге жөндеп шығатын. Арқанды түзе десе, жаңасын тоқып беретін. Бұрынғысынан да берік етіп. Ауыл адамдары таң қалып одан сұрайтын. Неге өзіңді қинап артық жұмыс істейсің? Саған ешкім артық ақша төлемейді ғой, дейтін олар. Арыстанбек жай ғана күлімсіреп оларға жауап беретін. Еңбек етсең ерінбей, тояды қарның тіленбей, айтатын ол. Бір күні далаға үлкен хабар тарады. Хан Бекболат маңызды, іске сенімді көмекші іздеп жатыр екен. Хан жаңа қыстау салдырып еді, бірақ ол жерде тәртіп болмай, жұмыс тоқтап, керуендер жоғалып кетіпті. Сонда хан бұйрық берді. Осы жұмысқа адал, еңбекқор жігітті табыңдар. Хан бұйрығын жариялады. Кім менің тапсырмаларымды жақсы, маған ұнайтын орындап берсе, сол менің оң қолым болады. Ауыл-ауылдан 100 жігіт жиналды. Сұлу, қайратты және мықты. Арасында біздің Арыстанбек те бар еді. Бірінші тапсырма, деді хан. Бір күнде малға арналған қора жасаңдар. Бүкіл жігіттер асығып, аптығып, қора тұрғызды. Мықтылығына көп мән бермей. Ал Арыстанбек асықпай істеді. Қораның ағаштарын жерге терең қадап, тастармен бекітті. Үстіне жаңбырдан қорғайтын шатыр жасап қойды. Кешке хан тексеруге келгенде, Арыстанбектің қорасы ең берік әрі ыңғайлы болып шықты. Хан сұрады, неге сен тапсырған жұмыстан артық істедің? Арыстанбек жауап берді. Берік қора бүтін мал, деді ол мақалап. Келесі күні хан тағы бір тапсырма берді. Өзен үстіндегі көпірді жөндеу. Жігіттер көпірдің үстіндегі тақайларды ғана жөндеп жатты. Ал Арыстанбек судың жағаларын да бекітіп, су тасқынынан қорғайтын бөгет тұрғызды. Хан көріп, тағы да таң қалды. Сен тағы артық жұмыс істедің ғой, неге? Арыстанбек бас иіп, былай деп жауап берді. Мықты берік жасалған көпір тірі жан, деді ол. Соңғы күні хан ең қиын тапсырма берді. Таудан өтіп, көрші ауылға жол табу. Жігіттер шапшаң кетіп қалды. Ал Арыстанбек асықпай жүрді. Әр бұрылыста тас үйіп белгі қойды. Ағаштарға арқан байлап жолды көрсетті.
Жігіттер бірінен соң бірі қайтып келді. «Мен жол таптым!» деп мақтанды олар. Ал Арыстанбек соңғы болып оралды. Шаршады, бірақ жүзінде реніш жоқ еді. Хан сұрады: «Неге кешіктің?» Арыстанбек күлімсіреп айтты: «Жол көрсеткеннің жаманы жоқ», деді ол. Үшінші кеште хан барлық жігіттерді жинап былай деді: «Жігіттер, сендер шапшаң, күшті, ақылдысыңдар. Бірақ тек біреуің ғана жүрегіңмен жұмыс істеді. Өзгелерге де пайда әкелуді ойлады. Нағыз азамат тек өзін емес, елін ойлайтын адам», деді хан. Хан көмекші етіп Арыстанбекті таңдады. Содан бастап Арыстанбек хан ордасында көп және адал қызмет етті. Оның басшылығымен ауылдар гүлденді, жолдар салынды, мал көбейді. Арыстанбекті халық көп жылдар бойы ризашылықпен еске алды. Арыстанбек бала күнінен бір ақиқатты білген еді. Үлкен табысқа жету үшін әр қашан істейтін керек жұмыстан сәл артық істеу керек.